Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен оладская самса жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 170 грамм суымызға 1 шай қасық тұзымызбен және де жарты шай қасық қантымызды қосып жақсылап араластырып, 1 ас қасық майымызды қосып суымызға жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағат тындырып қойып, салмасына кірісетін боламыз. Салмасына менде сиыр еті, туралған сиыр еті. Сіздер қалаған еттеріңізді пайдалансаңыздар болады әрине. Және де неше түрлі дәмдеуіштер, бұл дәмдеуіштердің барлығын мен описанияға жазып қалдыратын боламын. Және де 2-3 пияз, 1 қызанақ және де сұйық май қажет болады. Пиязымызды жақсылап турап, барлығын салып, салмамызды араластырып дайындап қоямыз. Тынып тұрған қамырымызды алып, теңдей 8 бөлікке бөліп аламыз. 8 бөлікке бөлгеннен соң жайлап самсамызды жасауға кірісетін боламыз. Жұқа етіп жайып, салмамызды салып, дәл осы видеода көрсетілгенде жасаңыздар. Мұнда суды азғандайдан жағып, осылай орайтын боламыз самсаны. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Бетіне осылай су себіңіздер, өте күшті дәмді болып шығады. Сіздермен болған Динара.